бір үш адам бар. Аллаху субхана ва тағала ол үш адамға міндетті түрде жәрдем береді дейді. Міндетті түрде. Біріншісі, әл-мужахиду фи сабилилла. Аллаху субхана ва тағаланың сөзі үстем болсын деп өмірінің соңына шейін күрес жүргізген адам. Вәл-мукатибу аллази юридул ада'a. Және қарызданып қалып, қайтсем осы қарыздан құтылам деп жанып тұтылған бір адам. Уән-накиху аллази юридул афафа. Аллаху субхана ва тағаладан қорқып, зинадан қорқып, үйлену үшін жүгірген адам. Мейлі ол әйел адам болсын, мейлі ол ер адам болсын, Аллаху субхана ва тағала бұл адамға не істейді екен? Көмектеседі екен міндетті түрде. Оған бір салихалы жарды нәсіп етеді екен. Құрметті бауырлар, бұл үлкен үш амалды ешқашан ұмытып кетпеңіздер. Бұл инша Алла сіздерді жәннатқа сүйрейді.